Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жұлдыз, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, қытырлақ болып шығатын қуырылған шпараның рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жылы суымызға жарты шай қасық тұз, кішкене ғана шекер қосып, араластырып дайындап аламын. Сосын ұнымызға бөлме температурасындағы майымызды алып, араластырып шығамын. Жаңағы жылы суымызды құйып, жұп-жұмсақ қамыр илеп шықтым. Қамырымыз жұп-жұмсақ болып шықты. Енді мұны 15-20 минутқа телефонға салып тұндырып қойып қоямыз. Қайнатылған піскен картопымызды алып езіп шығамыз. Мен пиязды майдалап турап қостым. Дәміне қарай тұз қостым, қызыл бұрыш қостым, қара бұрыш қосып, жақсылап араластырып шықтым. Оның арасында тағы да қамырымызды илеп тұндырып қоямыз. Қамырымызды көбірек илеп тұндырған сайын өте жұмсарып, жылтыр болып, әдем болып жайылады. Сосын қызып тұрған майымызға картошкамызды қуырып алдым. Картопымызды майға қуырып алсақ, өте дәмді шығады. Енді қамырымызды мантыға жайғандай жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырымды жайып болдым, енді 4 бұрышты етіп кесіп шығам. Салмамызды осылай салып, түйіп шықтым. Қызып тұрған майымызға салып қуырып алдым. Сарғайып, әдемі болып піседі. Достар, дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді шығады, қытырлақ болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойуды ұмытпаңыздар.